stol чемпион ekan qaytadan. Ана айтып өксет, соның вақыт өте беріп, ребята. Вот, Вильнюс өлкені. 6 рет Уимблдонды жеңген, 6 рет чемпион болады. Бүкіл әлем осы общественный ұқсас келеді. Ал Серена кішкентай сестренкасы большой шлемді 23 мәрте жеңген әлемде. Ол сияқты ешкім әлі 23 мәрте чемпион болған. Ең көп чемпион болған адам. Ол сөйтіп айтып еді 18 жасында. И типа тура соны істеп шыққан. Екіншісі ше вообще сұмдық болған. И екеуі бірге қосылып ойнаған кезде бұларды ешкім ұтамайтын болған ғой. Вообще. Екеуі бөледі теннистен. Ешкім ұтамайды, короче. Екеуі де тірі жастары 47-48-ге келіп қалды, по-моему, 50-ге жақындап қалды екеуі де. Легендалар живой. Бұлар сияқты көп чемпион болмаған ешкімде тенниста. Қыздар арасында. Бұлар самый типа потолоктар. Бұлардың неге ондай болды? Потому что олар кішкентай кезінен бастап оларға миларына құйып қойды олардың чемпион екендерін. Олардың сұмдық екен, олардың ешкімге ұтылмайтын. Ал бізге айтпаған болуы мүмкін ғой, әке шешеміз. Мысалы, айтпаған болуы мүмкін ғой, сен мықтысың, ақыллысың, сен сұмдықсың деп, та? Онда кезде не істеу керек бізге? Өз-өзімізге айтамыз біз. Біз сұмдық екенбіз. Біздің қолымыздан бәрі келетініміз, бәрін істей алатынымыз, біздің чемпион екенімізді біз өзімізге айтамыз біз. Чемпион сияқты жүреміз біз. Чемпион сияқты өмір сүреміз.